Ассалаумалейкум бауырлар, сіздерге лайфхак. Мынау навеске су ағарды қалай жасағаным туралы сіздерге көрсетіп жатырмын. Мынаны арнайы істелінген су ағарлардан гөрі мынау әшейін трубадан 70-тік канализацияның трубасы, содан жасадым. Бұл арнайы жасалған су ағарлардан гөрі 4 есе арзанырақ түседі сіздерге. Бірақ олардың жұмысынан 4 есе сапалы болады, сапалырақ. Су ешқашанда өзінен асып ақпайды, ішіне былай аққан кезде ішіне айланады су. Сыртқа ағып кету ешқандай ондай қауіпсіздік тудырмайды. Мына осылай кесіп, мына трубаны 3 сантиметр профнастилдің несіндей 2 сантиметр алып, кесіп, мына трубаның сызығынан 2 сантиметр өлшеп алып, мына сызықтан сөйтіп кесіп алдым да лентасын үстіне шұрыпқа қойып бұрап тастадым. Кішкене қаттырақ болсын деп, күнге қурамағанға соған септігін тигізсін деп. Әл жарғаған жерге өзінің несін салдым, резинкасын. Оны да былай кесіп, осы аралықты 2 сантиметрді салып, бірін-біріне кигіздік. Ешқандай біріккен жерлеріне су ақпайды. Одан кейін уклон ары қарай қиға сай болу үшін арғы басынан мына басына жерден профнастилден 10 сантиметр мынаяқтан кесіп алдым. Сосын мынаяқ биіктегеннен кейін барып, мынаяғы бұлай жоғарылағаннан кейін, бұлай 10 сантиметр бұлай кесіп алғаннан кейін, бұл бұяқ биіктейді, ары қарай сай болады өзі. Сосын резинкасын кигізіп, мынаяғына мынандай арнайы өзінің пробкасын кигізіп қоясыз. Су бұлай қарай ақпайды, ары қарай ағатын болады. Су ағар міне осылай екі жағынан көшеге қарай су ағыздым. Сосын бауырлар, бұл су ағарды істеген себебім, мына жүзімдерге көктемгі күні жабық тұрған кезде мынаның үстінен көктемгі жауындар ағып, былтыр бір алдыңғы жылы еккен жүзімнің бәрін осы судың кесірінде мына арықтың суға толып жүзімдерім шірген болатын. Сол себептен осы су ағарды істедім. Осылай ойластырып, әр жалғаған жерлерін өзінің резинкаларын салып, жаңағыдай мынаға мынандай төмен қарай ағатын салып бәрін